Сапасыз құрылыс, заңсыз жоспарлау, аяқсыз қалған нысандар. Бұл мәселелердің алдын алу бойынша елімізде жаңа құрылыс кодексі күшіне енді. Ендігі кезекте қала құрылысына қатысты барлық жобалар міндетті сараптамадан өтеді. Бұл талап жаңадан әзірленетін барлық жобаларға қарастырылады. Мұндай өзгеріс жобалардағы кемшіліктерді ерте анықтап, заңсыз шешімдерді азайтуға, сондай-ақ құрылыс сапасы мен қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік береді. Құрылыс компанияларына құрылыс жобасының сараптамадан ұзақ өтуі құрылыстың да ұзақ күтілуіне әкеліп соғуы мүмкін. Бұрын сараптама белгілі бір мерзімде жаңағыда күшейтілмеген дәрежеде өткен болса, қазір ол күшейтілген дәрежеде ұзақ мерзімде өтуі мүмкін. Жаңа кодекс құрылыс барысын барынша ашық етуді көздейді. Әрбір нысанға берілетін бірегей нөмір арқылы оның жобаланған күнінен бастап тапсырылғанға дейінгі барлық кезеңді бақылауға болады. Тұрғын үй сапасына қатысты жауапкершілік те артты. Енді іргетасы мен жүк көтергіш конструкцияларға 10 жыл, өзге элементтерге 5 жылға кепілдік беріледі. Бұл өзгерістер тұрғын үйдің нарықтағы бағасына әсер етуі мүмкін дейді мамандар. Сонымен қатар нысаналы құрылысқа шектеу қойылып, егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын 2 жылда бір реттен жиі өзгертуге тыйым салынады. 5 жыл емес 10 жыл кепілдеме берген мердігер міндетті түрде өзі сатып алатын құрылыс материалдарының сапасына қарайды. Яғни бұрын сапасы 5 жылға, 6 жылға, 7 жылға жарайтын материалды енді ол 10 жыл, 15 жыл, 50 жылға дейін қарастыратын болады. Өйткені құрылыстың сапасына 10 жылға жауап беретін мердігер міндетті түрде 10 жылдан аса шыдамды болатын материалды қарастырады. Ол міндетті түрде бағасы жоғары болады. Баға жоғары болған сайын тұтынушыларға да ұсынылатын баға жоғарылап кетуі мүмкін. Қазақстан Республикасының құрылыс кодексі мүгедектігі бар адамдар үшін кедергісіз әрі қолжетімді орта қалыптастыруға бағытталған талаптарды да қатаңдатты. Кодекс саладағы тәртіп пен жауапкершілікті күшейтеді. Бұдан былай құрылыс компаниялары мемлекет бекіткен талаптарды қатаң сақтауға міндетті. Бұл құрылыс сапасын арттырып, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған маңызды қадам болмақ. Нұрай Жылқыбай, Руслан Насиров, Олжас Құдайбергенов, Әділет телеарнасының жаңалықтар қызметі.